Сенбеймін. Осы кішкентай қыз мен ешқандай нәтижеге жеткізе алмайтын сияқты деп қарап отыратын мұғалімдердің көп екендігін түсінемін. Әрине мен де бір адамға бір дегенде сеніп, оны авторитет тұтып кетпеймін. Бірақ қазір не себепті мен сіздерді нәтижеге жеткізе аламын деген сұрақтың жауабын бергім келіп отыр. Ең бірінші, балаларға арналған методикалар бойынша айтайын. Бір ғана кейсті айтам, осының өзінен барлығы түсінікті болады деп ойлаймын. Бір оқушы гимназияға оқуға түсемін деп барған екен. Бірақ әріп танымайтындықтан оны мектепке қабылдамай қойыпты. Сөйтіп менің оқушым Айман ханым қазір өзі мектепте де жұмыс жасайды, қосымша бала да оқытады. Айына табысы 460 мыңнан асады. Міне осы Айман ханым не істейді? Жаңағы баланы күнделікті оқытады. Солайша 20 күннің ішінде, тіпті 20 күнге толмай, ол балаға әріп танытып, буындап оқытып, оның үстіне сөзбен оқуды үйретіп, сөйтіп жаңағы бала гимназияға қайтадан барып өзінің құжаттарын тапсырған кезде, өзінің оқуын тексеткен кезде, гимназиядағы адамдар жаппа тармағай таласып, мына баланы қайткенде де алып қалуымыз керек деген екен. Яғни балаларға арналған 3 методиканың эффектісі соншалық, сіз 20 күннің ішінде тіпті әріп танымайтын балаға сөзбен оқуды үйрете аласыз. Керемет емес пе? Ал енді ересектерге арналған методикаларға келетін болсақ, жылдам оқудан Қазақстан бойынша ең жылдам, тез және түсінікпен оқитын оқушылар менің оқушыларым. Бір күннің ішінде 2 оқулықты 13 минуттың ішінде оқитын оқушым бар, Ақжүніс ханым. Және де Салтанат ханым дейтін оқушым бар. Ол оқушым 1 сағаттың ішінде бір оқулықты оқып жаттап алады. Қарақат дейтін оқушым бір күннің ішінде 3 кітап оқып аяқтаған. Минутына 100 мың сөзден аса оқитын, жақсы түсінікпен оқитын оқушылардың ұстазымын. Есте сақтау бойынша айтатын болсам, 6 аптаның ішінде Зарина ханым менің оқушым ағылшын тілінің бір деңгейін өз бетінше меңгерді. Тіпті 2 шет тіл мамандығында оқып жүріп, 1 жыл бойы элементary beginner деңгейінде жүріп, менің есте сақтау курсынан осындай нәтижеге жеткен. 1 сағатта 60 дата жаттайтын, 1 сағатта ағылшын тілінің 120 сөзін жаттап алатын оқушыларым бар. Қазақстанда есте сақтау бойынша мұндай керемет нәтижелерге жеткізген басқа мұғалімдер жоқ. Енді бұл нәтижелер не үшін, Не үшін? Мысалы, студенттерге келетін болсақ, бір күннің ішінде 25 билет жаттап алып, сессиясынан жоғары балл алған. 2-3 сағаттың ішінде рубежкаға дайындалып 100 балл алған. Осындай оқушыларым бар. Яғни олардың өмірін күннен күнге жеңілдетудемін. Қазір олар тақ-тақ еткізіп, есте сақтаудан барлық берілген ақпаратты жаттап алып, оның үстіне бір дегенде айтып беріп, сондай керемет нәтижелер көрсетуде. Яғни балаларға ғана арналған емес, ересектерге де арналған үздік методикалардың авторымын дей аламын. Ал енді қаржылық жағынан айтатын болсақ, жақсы методика түсінікті. Немесе методика менің өзімде де бар. Бірдеңе қылып баланы оқыталам. Қаншама жылдық тәжірибем бар деп айтарсыз. Енді мына табысқа келейікші. Кімге ақша қазір керек емес, Оның үстіне теңгенің құнсызданып жатқан кезінде. Бұл бойынша қалай нәтижеге жеткізе алам? Не себепті маған сенуіңіз керек? Ең біріншіден Қазақстанда осындай ұсыныспен шыққан. Яғни брейн тренер бол, оның үстіне сол брейн тренерлікті табысқа айналдыр деп шыққан Қазақстандағы нөмір 1 адам мен. Басқа мұғалімдер сізге жай ғана методиканы беріп, одан кейін онымен не істесең, оны істе, орталық ашсаң да, не істесең де өзің шаруаң деп жібере салады. Ал менің брейн тренерлік бағдарламамның ішінде барлық қадамдар қарастырылған. Яғни методиканы меңгергеннен бастап, әрі қарай сол арқылы өзіңіздің парақшаңыздағы адамдарға ұсыныс айтқанымен жалғастырып, одан кейін әрі қарай мүлде сіз танымайтын адамдармен аяқтап. Енді қалайша мен сізге осы жағынан нәтиже шығарамын деп айта аламын. Мысалы, тіпті ешкім менің аудиториямда тым көп адам болмағанның кездің өзінде, инфобизнес енді басталып жатқан кездің өзінде, мен алғашқы лектеріме 15 адамнан 20 адамнан жинаған болатын. Есте сақтаудан алғашқы легімді ашқан кезде 15 оқушыны бір күннің ішінде жинап алдым. Жылдам оқудан және есте сақтаудан 1 апталық прогресс қызықтыру сторисін жасап, 1 аптаның соңында 700 мың теңгеге сатылым жасағанмын. Мастер-класс воронкасына келетін болсақ, 5 күннің ішінде 500 мыңнан аса табыс таптық.
Бұл жай ғана мастер-класс воронкасы бойынша сториспен келген адамдарды есептемеген жағдайда. Сонымен қоса, жай ғана жеке консультацияларды беру арқылы бір аптаның ішінде 1 миллион теңге табыс таптым. Осының барлығын өзім істей отырып, және де қайта кезекті түрде ай сайын кемінде 200 мыңнан бастап 2,5 миллионға дейін жай ғана жылдам оқу және есте сақтау тақырыбы бойынша табыс тауып жүргендіктен, сіздерге де осы нәтижелерді қайталауға көмектесе алатыныма сенімдімін. Өйткені біздің методика қалай құрастырылған? Біздің методика сіздің қадам-қадаммен барлық мықты брейн тренер болуыңызға қажет қабілеттерді дамыту арқылы нәтижеге жетуіңізге арналған. Яғни сіз жай ғана бір теория алып қоймайсыз, сіз апта сайын практикалық сабаққа қатысып, күн сайын отчет жіберіп, нәтижеге жетесіз. Ал енді осы методикалардың барлығынан не шықты сонда? Оқушыларыңыз қандай нәтижеге жетті деген сұраққа жауап берейін. Осы уақытқа дейін брейн тренерлік бағдарлама тек қана методика және де өз аудиториясына сатумен шектелетін. Ал қазір мен өзімнің жасаған нәтижелерімді, яғни бір аптада, бір айда миллион, 2 миллион деген нәтижелерді өзімнің оқушыларыма бере алу үшін қазір 4 қадамдық емес 7 қадамдық методиканы қолданудамын. Және де соны ұсынудамын. Яғни сіздердің жолдарыңыз болды, менің барлық тәжірибемді енді бір-ақ жерден ала аласыздар. Сонымен қоса, осыдан бұрын менен методикаларды үйренген және де өзінің парақшасында сатуды үйренген жандардың нәтижесі қандай? Мысалы, Шұғыла ханым бір эфиріне 10 адам кірген, соның 8-іне жылдам оқу есте сақтау курсын сатқан екен. Айман ханым бұрын жай ғана мектепте 180 мың теңге тауып, сол айлығымен жүрген, одан кейін қосымша оның үстіне кейінгі айда 280 мың теңге тапқан екен. Әсел ханым бұрын методикалар шыңдалмаған уақытта жай ғана мектепке дайындықпен айналысып, жылдам оқудың басқа жетілмеген методикалармен жүріп, айына 100 мың 200 мың теңге табатын. Қазір енді Әсел ханым айына 450-550 мың теңгеге дейін табыс табады, офлайн орталығы бар. Өстіп жалғастыра беруге болады. Бұдан аз, бұдан көп табыс тапқандар да бар. Ең бастысы, бұл жерде нақты қадамдарды орындағанның арқасында менің оқушыларым, яғни мен оқытқан ұстаздар керемет нәтижелерге жетуде. Ал енді сіздерді бұдан да жоғары нәтижеге жетуге, өзім жеткен миллиондарға жетуге, көмектесуге барлық ниетімді, барлық энергиямды бөліп отырмын. Осыдан кейін сену немесе сенбеу, көну немесе көнбеу, сол сияқты даму немесе өшу сіздің таңдауыңызда. Рахмет.